Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кез келген мерекелік дастарханға қоюға арналған өте дәмді әрі тез жасалынатын горячий салат, яғни ыстық салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. Тауықтың төс етін осылай жіңішке етіп, сопақтау етіп турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық бұрыш және де 2 ас қасық соясын салып, жақсылап барлығын араластырып бір шетке қойып қоямыз. Керек заттарымызды турап жатырмыз. Бізге осындай бір пияз қажет болады. Мен бұл жерде бір ғана порцияға арнап жасап жатырмын. Сіздер құрамын көбейтіп, өздеріңіздің отбасыларыңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Бір пиязымызды видеодағыдай осылай әдемі ірілеу етіп турап шығамыз. Және де осылай кішкене ашып жібереміз. Бізге түрлі түсті болгар бұрышы қажет болады. Осындай басын алып тастап, осылай сопақша етіп, бұны да турап шығамыз. Енді кезекте тауықтың төс етіне бір ас қасық кукуруз крахмалын салып, барлығын жақсылап араластырамыз да, және де ыдысымызға май құйып, жақсылап қыздырып, біздің тауықтың төс етін саламыз. Барлығын әдемілеп, жақсылап піскенше қуырып аламыз. Табамызға кішкене ғана май құйып, пиязымызды салып, кішкене шет-шетінің барлығы қызарғанша қуырып аламыз. 1-2 минут қуырсаңыздар жетеді. Оның үстінен болгар бұрышында салып, тағы да 1-2 рет қуырып жібереміз. Және де бізге стручковая фасоль қажет болады. Менде замороженный болғандықтан оны суға салып ерітіп алдым. Біздің осы қуырып жатқан пияз бен болгар бұрышының үстіне салып, оны да жақсылап 1-2 минуттай қуырып жібереміз де, үстінен дайын болған тауықтың төс етін салып, жақсылап қуырамыз. Дәл осы жерде бір тіше чеснокты теркадан немесе жақсылап майдалап турап қосып жіберіңіздер. Менде дәл сол жері видеоға түспей қалыпты. Үстінен шымшым тұзымызды, 1 шай қасық паприка, жарты шай қасық тұз салып, кішкене соя қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде кунжут сеуіп жіберіңіздер. Түрі де дәмі де өте әдемі көрінетін болады. Барлығын тағы да 1-2 минут жақсылап қуырып, ыдысымызға салып аламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ыстықтай барлығы бірден желініп кетеді. Дәмі өте әдемі болады. Сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.